Туған жылы 3 деп аяқталатын жерлестерімізді жаңа жылда жақсы жаңалық күтіп тұр екен. Мәселен 53, 63, 73, 83, тура солай 93, 2003, 2013-те туғандар қуана берсе болады дейді әріптесім. Бұл бір мемлекеттік бағдарлама ма, әлде жәрдемақының жаңа түрі ме? Әлеуметтік тақырыптардың жілігін шағып майын ішкен Гүлназия Жалғасқызын тыңдалық. 2023 жыл махаббат жылы. Оң жақта отырып қалған қыз келіншектер ақ босаға аттап сүр бойдақтар сүйіктісін жолықтырады. Оған себеп 7 саны дейді. Бұрыннан жүрген орта буынды адамдарға өте сәтті жыл. Екінші, отбасылы адамдарда жұптық қарым-қатынасты күшейтуге көңілі бағытталады, фокусы бағытталады. Сол себепті махаббат бойынша жыл сәтті, махаббат жылы деп те ат берсек болады екен. 7 тұрақсан, сол себепті экономикалық жағдай бойынша біраз тұрақсыз жағдайлар болады. Жыл түгесілер тұста нумерологтар мен астрологтар, энергопрактиктер өз болжамдарын жасайтыны белгілі. Ерекше қасиеті бар сарапшылардың пайымына салсақ, алдағы жылы қарашаның әл-ауқаты артып, экономика тұрақталады екен. По поводу финансовой части. Еліміз үшін дәулетті жыл. Еліміздің экономикасы үшін қолайлы әрі табысты болады. Қаржылық мәселелер өз шешімін табады. Ең бастысы қозғалыста болу керек. Жылдың өзі іс-қимыл әрекетті талап етеді. Аспан әлемін түсінетін маманның пікірі де ұқсас. 23-й год действительно будет мягче. 2023 жылы жеңілірек болуы тиіс. Юпитер өзгереді. Соның салдарына бірқатар адамның өмірінде трансформация болуы мүмкін. Бұл елдің экономикасына оң ықпалын тигізеді. Айтпақшы, келер жылдың тылсымы су элементімен байланысты. Қоян жылы әрекет еткен әрбір жан баспаналы болады. Тұрғын үй мәселесі шешіледі. Ал жылы 8-9-ға аяқталғандар үшін Кімнің жылы 3-ке аяқталады? Осы жыл ең сәтті. Солардың жылы келді. 93, 83, 73 соларға жыл сәтті деп айталам. Ал жыл 4 пен 5-ке аяқталатындарға ресурсты жыл. Өткені 24-25 оларға сәтті жыл. Енді олар дайындық үстінде болады. Энергия келеді, табыс жағынан оқу деңгейі өседі. 6 мен 7-ге рухани баю жылы, психологиялық жыл, өзінің және жұбының психологиясын түсінетін махаббат жылы. 6 мен 7-ліктерге. 8 бен 9-ға ең табысты жыл. Нумерологтар, астрологтардың қисынына жүгініп, арифметикаға салсақ, жаңа жылды қара көк түспен қарсы алған дұрыс, ал қоянның етіне мүлдем бас тартқан жөн. Гүлназия Жалғасқызы, Еуразия бірінші арнасы.